Саламатсызбы балалар? Саламатсызбы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қазақстан халқы моноэтникалық құрамының өзгеруі, яғни 18 ғасыр, 20 ғасырдың бас кезі. Тақтаға назар аударыңдар. Осы ұғымдарды пайдалана отырып, аграрлық саясат, көші-қон саясат, моноэтностық құрам, осы жаңағы ұғымдарды пайдалана отырып, бүгінгі сабақтың мақсатын шығарайық. Балалар, тақтада берілген ұғымдарды пайдалана отырып, бүгінгі сабақтың оқу мақсатын шығарайық. Кәнеке айдан айта қойшы, бірінші мақсат қандай? Осы ұғымдарды пайдаланып, Қазақстанның этникалық құрамының өзгеру үрдісін түсіндіру үшін осы ұғымдарды пайдалануға. Дұрыс. Фархат, екінші мақсат қалай ойлайсың, қандай? Екінші мақсат ол Қазақстан аумағындағы халықтың этникалық құрамының өзгеру кезеңдерін зерттеу. Тапсырмаларға көшейік. Мінекей назарларыңызда карта нәтижесін түсіндірдіңдер, дұрыс айтты, иә? Енді жаңағы мен сендерге мінекей бағалау. Бағалау парақтарын. Мінекей осы бағалау парақтарына өздерін жаңағы бір-бірін бағалайсыңдар, иә? Түсінікті ме? Бірінші тапсырмаға бағаларды қойып шығыңдар. Бір-бірімізге қоясыңдар, иә, бір-біріне қоясыңдар. Конечно, обрежем. Ручка жоқ қойсын. Айтпайсың ба? Можно на урок прийти без ручки. Қайтадан айтайын ба бұны да? Ты можешь, я же написала. Жазыңдар ма? Ага. Так, дұрыс бір-бірін бағаладыңдар, иә? Соңында сабақ біткеннен кейін бағалау парағын тапсырасыңдар маған, иә? Енді екінші тапсырмаға келетін болса, бізде екінші тапсырма Столыпин аграрлық реформасы дейді. Яғни бізде Столыпин аграрлық реформасы Қазақстанға қандай әсер тигізді? Сол бойынша мінекей Столыпин аграрлық реформасы қандай әсер тигізді, иә? Так, мінекей. Екінші Столыпин Так, екінші тапсырманы алатын болса, балалар. Екінші тапсырма бізде Столыпин аграрлық реформасы нәтижесі, жалпы осы реформа Қазақстанға қандай әсер етті, иә? Мінекей мәтінмен жұмыс, осы мәтінді оқып, реформа Қазақстанға қалай әсер етті дейді. Ортасына жазыңдар, Столыпин аграрлық реформасы Қазақстанға қалай әсер етті дейді, иә? Бұл реформа, осы Столыпин реформасы, патшалық Ресейдің шаруа үлгісіндегі жерге иелік жасауға арналған реформа. Реформа 1906 жылы 9 қарашада патша жарлығымен басталып, уақытша үкіметтің 1917 жылғы 28 маусымындағы қаулысымен жойылды. Осы реформаны жеткізуге ұсыныс жасаған министрлік кеңесінің төрағасы Столыпин еді. Содан болар реформада осы Столыпиннің есімімен аталады. Қоныс аудару басқарма. Осы реформа Столыпин реформасы 1906 жылы 9 қарашада патша жарлығымен басталады. 9 қараша. Бір 1917 жылы 28 маусымдағы қонысымен жойылды. 1917 жылы 28 маусымда жойылды. Маусым.
нәтижесінде осы Ресейдің ішкі аудандарындағы жер тапшылығы мәселесін шешеді және шалғайдағы отар аймақтарды игеру үшін орыс шаруаларын көшіреді. Ресейдегі ішкі аудандарындағы жер тапшылығы мәселесін шешеді. Ішкі аудандарындағы жер тапшылығы мәселесін шешеді. Шешеді. Екіншісі, шалғайдағы отар аймақтарды игеру үшін. Шалғайдағы отар аймақтарды игеру үшін орыс шаруаларын көшіру көзделеді. Ал балалар, екінші тапсырма сіздерге Столыпин аграрлық реформасы, яғни қазақтарға қандай әсер етті, иә? Бағанеки постерларды қорғандар. Осы Столыпин реформасы 1906 жылы 9 қарашадан бастап 1917 жылдың 28 маусымына дейін жалғасты. Нәтижелерінде осы Ресейдегі ішкі аудандарындағы жер тапшылығы мәселесі шешеді. Орыс шаруаларын көшіру жүргізілді. Отарлау саясаты жүргізіледі. 700 мыңнан астам орыс және украин шаруалар көшіп келді. Және бесінші, Қазақстанның бірнеше қоныстандыру аймақтарына бөлінді. Қазақстан бірнеше қоныстандыру аймақтарына бөлінді. Олардың бірі Торғай, екіншісі Орал, үшіншісі Семей, төртіншісі Сырдария, бесіншісі Жетісу. Алтыншы қоныс аудару қоры, ол 15 соттық жер, жайылым, суат, мал айдару, қыстақтарын тартып алу және адам саны қазақтардың саны 1 миллионға жақын болғанда, өзге ұлт саны 11 мыңға жақын болды. Және де шаруалар қауымы үшке бөлінді. Хутор, салуға егістік және 45 деңгейден. Екінші тапсырманы бағалау үшін сабақтың бас кезінде берілген бағалау парақтарына өз-өздеріңді бағалаңдар, иә? Негізгі максималды 3 балл. Үшінші тапсырмаға көшейік, жарайсыңдар. Үшінші тапсырма, яғни 18 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың бас кезіндегі Қазақстан халқының моноэтностық құрамы қаншалықты өзгеріске ұшырады дейді. Осы тақырып бойынша дескриптор құрайық, иә? Біреуін бір түспен, екіншісін екінші түспен. Қорытындыға келе, бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша попс формула арқылы жаңағы өзі ойларыңды айтыңдар. Менің ойымша, Қазақстан халқының мұнайгетіңіз құрамы 150-ден астам ұлттардан тұрады. Себебі мен оны былай түсіндіремін. 1906 жылы басталған Столыпин реформасы осы Қазақстан жерімізде 700 мыңнан астам орыс және украин халықтарын қоныстандарда, дұрыс. Оны мен мына фактілермен дәлелдей аламын. Осы Қазақстан бірнеше қоныстандыру аймақтарына бөлінді. Ол Торғай, Жетісу, Сырдария, Семей және Орал. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Бүгінгі Қазақстанның көп ұлтты болуы осы Столыпин реформасының салдарынан. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бүгінгі негізгі біздің тақырыбымыз ол бізде 19 ғасырдың 20 жылдары қоныстандыру саясаты болды. Ол яғни бізде Қазақстан халқының көп ұлтты болуы, ол әрине Столыпин реформасы байланысты, ол жаңа 20 ғасырдың бас кезінде бізге мысалы 1950 жылдар алатын болса, бізде Қазақстанда тың және тыңайған
игеру саясаты жүргізді. Сонымен қатар басқа Ресейдің түкпір-түкпірлерінен басқа ұлт өкілдер көшірілді Қазақстанға, иә, жаңағы. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сабақтың бас кезінде сіздерге жаңағы бағалау парағы берілді, иә. Сол бағалау парағына қалай өздеріңді қалай бағаладыңдар? Айданда 9 балл. Айданда 9, Фархатта да 9 балл, иә. Яғни бұл баға 5 болады, иә. Енді осы тақырыпқа келетін болсақ, менің ойымша осы тақырып жаңағы Столыпин реформасы, сонымен қатар жаңағы қоныстандыру саясаты, иә, ол тақырып түсінікті деп ойлаймын. Болашақта сіздер жаңағы біріккен ұлттар тестілеу тапсырасыздар, иә. Сол жаңағы тестілеуді аман есен кедергісіз өтіп, жаңағы сәттілік тілеймін. Сау болыңыз балалар.